интегралдар тақырыбына бірнеше мысалдар қарастырып көрейік. Ол үшін жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған жаттығулар мен есептер жинағының бірнеше есептерін аламыз. Бұл кітаптың оқулықтың авторы Демидович. Оны студенттер жақсы білсе керек. Бұл есептерді кім шығарады? Интегралдар тақырыбын бастаған, интегралдың не екенін түсінетін, интеграл ұғымын оқып, қарапайым есептер шығарған жоғарғы сынып оқушылары менен жоғарғы оқу орындарының бірінші, екінші курс студенттері шығаруы мүмкін, және соларға пайдалы болатын шығар. Әрине, бұл есептерді шығаратын адам қарапайым интегралдар кестесін, мына кестені білуі тиісті әрине. Олай болса, біртіндеп осы мысалдарды шығаруға кірісейік. Көріп тұрғанымыздай, бұл есептердің бастапқы дайындығының өзі көп уақыт алады. Интеграл есептеу ұзақ емес. Оның алдындағы дайындығы көп уақыт алады. Қарапайым мысалы, мектеп курсындағы қысқаша көбейту формулаларын пайдалану, немесе жақшаларды ашу, көп мүшеліктерді түрлендіру сияқты қарапайым амалдары көп уақыт алатын болғандықтан, мен енді бұл мәселелерді алдын ала дайындап интегралға дейін жеткізіп қойдым. Біз сонда тек қазір интегралдарды ғана есептейміз. Ал енді жалпы түрлендірулердің қандай екенін, қалай істелгенін түсінгісі келген адам мына видеоның бас жағынан көріп, түсініп алуына болады. Олай болса, қазір алғашқы мысалдан бастаймыз. 1628 есеп. Бұл жерде интеграл берілген. Міне, ол интеграл астындағы функциямыз дәрежелі функция, міне, астын сыздым. Бұл өрнек кәдімгі қысқаша көбейту формуласындағы айырманың кубы бойынша ашылады. Оны міне дайындап қойдық ашып. Олай болса, осы интеграл астындағы функцияның жіктелуін орнына қоямыз. Сонда міне мынандай интеграл пайда болады. Бұл интегралдардың қасиеті бойынша жеке интегралдарға жіктейміз. Мұны интегралмен таныс жоғарғы сынып оқушылардың өзі жақсы біледі. Олай болса, осы интегралдарды қарапайым интегралдар өте есептей саламыз. Бірінші интегралымыздан 27 x болады. dx-тің интегралынан x алынады. Минус 27 x квадраттың интегралынан x куб бөлінген 3 шығады. Өте қарапайым интеграл болғандықтан оны түсіндіріп жатпаймыз. Ал келесі интеграл 9 x-тің 5 дәрежесінің 5-ке қатынасы азайту. Ең соңғы интегралдан x-тің 7 дәрежесі бөлінген 7-ге. Әрине, интеграл анықталмаған интеграл болғандықтан, яғни шектері жоқ. Мұндай жағдайда интегралдарды есептеп болғаннан кейін міндетті түрде тұрақты шаманы қосуға тиіспіз. Яғни плюс c. c деген ол тұрақты шама. Бұл мәселенің барлығын тағы да айтамын. Мектептегі жоғары сынып оқушылары өте жақсы біледі деп ойлаймын.
Болды міне 1628 есептегі интегралдың есептелуі осы. Бұл интегралдың қандай қиындығы болуы мүмкін? Тек қана алғашқы интеграл астындағы функцияны көп мүшелікке жіктеген кезде өте сақтықпен істеу керек әрине. Таңбаға абай болу керек, және қысқаша көбейту формуласын тиянақты дұрыс қолдана білсек жеткілікті. Ал интегралдарды есептеу өте жеңіл, өте қарапайым интегралдарға жіктеліп барып есептеле салады. Болды, бұл есепке басқа бөтен түсінік берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Мұндай есептерді қиналмай шығаруға болады. Келесі есеп 1629 есеп. Бұл жерде де интеграл астында дәрежелік өрнектер берілген. Бір қарағанда күрделі функция берілген интеграл астында. Бірақ оны кәдімгі мектеп бағдарламасындағы амалдар арқылы жіктеуге болады. Ол міне қасымызда тұр, дайындап қойғанмын. Ең соңында 6-шы дәрежелі көп мүшелікке жіктеледі. Үлкен сандар пайда болды. Ол енді өзінің есептің ерекшелігіне байланысты. Әрине, функция интеграл астындағы өрнектің ішінде 5 минус x-тің 4-ші дәрежесі бар. Оны Ньютон биномы бойынша да ашуға болады. Бірақ енді біз қосымша формулаларға бармай-ақ, кәдімгі қысқаша көбейту формуласы арқылы жіктедік. Ең түсінікті нұсқа деп есептеймін. Енді сол алынған көп мүшелікті интеграл астындағы функцияның орнына қоямыз. Және көп мүшеліктің интегралын жеке интегралдарға жіктеп жіберуге болатын меніңше әркім-ақ біледі. Олай болса, біздің мақсатымыз енді қазір тек қана жаңағы қарапайым интегралдарды дұрыс есептеу. 625 интеграл астынан x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 шығады. Азайту 500. Интеграл астынан x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 шығады. Қосу 150. Интеграл астынан x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 шығады. Азайту 20. Көбейту x-тің 6 дәрежесі бөлінген 6 шығады. Және ең соңғы интегралдан x-тің 7 дәрежесі бөлінген 7 шығады. Қосу тұрақты шама с. Осы жерде тағы да бір ескертеміз. Анықталмаған интегралдарды есептеген кезде міндетті түрде тұрақты шама с-ны қосып отыруға тиіспіз. Онсыз есептің жауабы қате деп есептеледі. Оның мағынасын интегралмен алғашқы танысқан адам білуі керек, және мен оны осы есептерге қызыққан адам біледі деп ойлаймын. Ал енді бұл жерде жауапты осылай қалдыруға болмайды енді. Өйткені қысқаратын сандар бар, сондықтан жауапты біраз ыңғайлы түрге келтіріп қоюға міндеттіміз. Бірінші қосылғышта 625 3-ке бөлінбейді, сондықтан оны кәдімгі бөлшек түрінде жазып қоя саламыз. 625 бөлінген 3, немесе 3-тен 625 көбейту x-тің 3 дәрежесі. 500 4-ке бөлінсе керек, 125 болатын шығар. 125 x-тің 4 дәрежесі. 150-ді 5-ке бөлгенде әрине 30 болады. 30 x-тің 5 дәрежесі. 20 мен 6-ны
қысқартамыз. Оның 3-тен 10 болады. 3-тен 10 x-тің 6 дәрежесі болады. Және соңғы бөлшекті сол күйінде көшіреміз. Қосу с. Міне соңғы жауап осындай өрнек болады. Бұл интегралдарды есептегенде жаңа әдістерді, күрделі әдістерді қолданудың қажеті жоқ. Мектеп бағдарламасындағы қажетті формулаларды пайдалана білсек, жеткілікті. Ал интегралдар өте қарапайым интегралдар кестесі арқылы шығарылатын интегралдар. Мысалы, осы интеграл кестесінің ішінде бірінші формуланы ғана қолдандық. Басқа формуланың қажеті болған жоқ. Әрине, күрделі интегралдарға арнайы әдістерді қолдану қажет болатын жағдайлар болады. Мысалы, орысшасын айтқанда интегрирование по частям деген әдіс бар. Қазақша интегралды бөліктеп есептеу деген әдісті қолданып шығарылатын есептер болады. Ал енді дәл осы біздің алдымыздағы интегралдарға ондай әдістердің қажеті жоқ. Келесі есебіміз 1630 есеп. Міне 1630 есептің интегралдың астындағы функциясы былай жіктелді. Міне мен қасына белгі соғайын. Қарапайым 3-ші дәрежелі көпмүшелік алынады. Соны алып барып интеграл астындағы функцияның орнына қоямыз. Және бірден жеке қарапайым интегралдарға жіктеп жібереміз. Міне есеп интегралдарды шығаруға дайын тұр. Біздің орындайтын жұмысымыз бұл жаңа қарапайым интегралдарды есептеу. Бірінші интегралдан x шығады. Азайту. Екінші интегралда 6 көбейту x квадрат бөлінген 2. Үшінші интегралдан 11. Ал интеграл астынан x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 шығады. Төртінші интегралдан минус 6 көбейту x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 шығады. Қосу с. Тағы да қысқаратын сандар бар. Сондықтан жинақты түрге келтіріп қояйық. Бірінші x азайту 6-ны 2 3x квадрат болады. Қосу 3-тен 11 болады. X куб азайту 2-ден 3 x-тің 4 дәрежесі болады. Қосу с. Бұл осы есептің соңғы жауабы. 1631 есепте интеграл астындағы функция жіктелген. Ол жоғары жақта көрсетілді. Интеграл астындағы функция қалай көп мүшеліктерге жіктелді деп қызыққан адам жоғары жақтан көріп ала салады. Ал енді біз интегралдарды қарапайым интегралға келтіріп дайындап қойдық. Міне қазір бірден интегралдарды есептеуге кірісе береміз. Бірінші интегралды есептеу үшін біз кішкене ыңғайландырып, оңтайландырып алайық. Ол былай болады. Интеграл астындағы x-тің квадратын теріс дәреже арқылы жазып, бөлшектен құтылып аламыз. Сонда интеграл астында дәрежелік функция болады. Интегралды кәдімгі дәрежелік функциядан алуға болады. Яғни қарапайым интегралдар кестесіндегі бірінші формуланы ғана пайдалануға болады бұл жерде. Ал енді
екінші интеграл сол күйінде жазылады. Бұл интегралға әрине біз интеграл кестесіндегі жаңа форманы қолданамыз. Ол қазір белгілі болады. Қосу интегралдарды сол күйінде қалдырайық қазір. Барлығын бірден есептегеніміз көрнекті болатын шығар. Бірінші интеграл ол дәреженің интегралы. Ол былай болады. X-тің минус 1 дәрежесі, яғни минус 2 дәрежеге 1-ді қосамыз, минус 1 дәреже болады. Және сол минус 1-ді бөліміне де жазамыз. Екінші интеграл, интеграл кестесін білетін адамға бұл өте қарапайым интеграл, сондықтан бірден жаза салуымызға болады. Натурал логарифм x, яғни x-тің натурал логарифмі шығады. Қосу x шығады. Және қосамыз тұрақты шама с. Тағы да сол ыңғайлы, оңтайлы түрге келтіріп қоюымыз керек шығар. Минус бөлшектің алдына кетеді, x бөлшектің бөліміне түседі. Болды, бар жоғы осы. Қалған қосылғыштарды сол күйінде көшіп жаза саламыз. Міне, бұл есептің соңғы нақты жауабы осы. Бірден келесі есепке өтейік. 1632 есепте интеграл астындағы өрнек өте түсінікті, ыңғайлы берілген. Тек қана біз берілген интегралды қарапайым жеке интегралдарға жіктей жібереміз. Және тұрақты коэффициенттер а квадрат, а куб дерді интегралдардың сыртына шығарып жібереміз. Бұл өзінен өзі түсінікті амалдар болғандықтан, ол амалдарға онша көңіл бөле бермейміз. Сонымен бірінші интегралымыз а көбейту dx бөлінген x болады. Екінші интегралымыз а квадрат dx бөлінген x квадрат болады. Және үшінші интегралымыз a-ның 3 дәрежесі интеграл астында dx бөлінген x-тің 3 дәрежесі болады. Үш интегралымызды бөлшекпен алынды. Ал енді ары қарай қалай істейміз? Бірінші интегралды білеміз біз. Бұл интегралдан x-тің натурал логарифмі шығады. Бірден есептеп қоя салайық. Екінші интегралдан алдыңғы есептен көрініп тұр әні. Интегралдың астындағы 1 бөлінген x квадрат өрнегін x-тің минус 2 дәрежесі деп жазып алсақ, ол интегралдан минус 1 бөлінген x шығатыны көз алдымызда тұр. Сондықтан бұл интегралда бірден жаза салуға болады. Міне плюсымыз минусқа айналады, алымында а квадрат болады, ал бөлімде x болады. Алдыңғы есептегі минус 1 бөлінген x ол алғашқы интегралдың мәні. Сондықтан біз пайдалана салдық. Енді үшінші интегралымыз бар. Бұл интегралды енді тағы да кішкене оңтайлап алып есептеген дұрыс. Біз оны мына қасына бөлік істей салайық. a-ның 3 дәрежесі интеграл астында x-тің минус 3 дәрежесі dx болады. Немесе a-ның 3 дәрежесі x-тің минус 3-тен 1-ді алып тастаймыз, минус 2 дәрежесі болады. Бөліміне дәл санды жазамыз. Сонда мынандай бір өрнек шығады. Минусты бөлшектің алдына жібереміз. А кубты алынға жазамыз.
x-тің квадратын бөлімге түсіреміз де 2 көбейтеміз. 2x-тің 2 дәрежесі. Міне, үшінші интегралымыз осындай мәнге ие болады екен. Олай болса, орнына қоя салайық. Минус a куб бөлінген 2x-тің квадраты плюс с. Және ең соңғы есебіміз 1633 интеграл. Интеграл астындағы формуланы өрнекті түрлендіріп дайындап қойдық міне. Олай болса, жеке интегралдарға жіктеп жібереміз бірден. Сонда бізде 2 интеграл пайда болады. X-тің 2-ден 1 дәрежесінің dx қосу екінші интегралымыз x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі dx. Бұл әрине өте қарапайым дәрежелі функциялардың интегралы. Бірақ бөлшектері дәрежелері бөлшек болғандықтан сәл абайлап істейік. X-тің 2-ден 1 дәрежесіне 1-ді қосамыз. Бөлімінде де дәл сондай сан болады. Ол 1,2-ден 1-ді бұрыш бөлшекке айналдырып жасайық, сонда 2-ден 3 болады. Енді қосу екінші интегралда да өте сәл абайлайық. Минус 2-ден 1 дәрежесіне 1-ді қосамыз. Бөлімінде де сол сан болады, бірақ біз есептеп жаза салайық. Сонда бөлімінде 2-ден 1 болады. Қосу с болады. Оңтайландырайық. 2-ден 3 бөлшектің бөлімінде болғандықтан оны төңкеріп жазамыз. 3-ден 2 болады. Және x-тің 2-ден 3 дәрежесі болады. 2-ден 3 дәрежесі болады. Ал екінші бөлшектеше қосу 2-ден 1 төңкеріп жазамыз. 2 және x-тің 2-ден 1 дәрежесі болады. Қосу с. Осы бөлшек дәреже күйінде қалдыруға да болатын шығар кейде. Бірақ біз бөлшек дәрежелерді төбірлерге айналдырып көрейік. 3-ден 2 көбейтілген квадрат төбірдің астында x-тің 3 дәрежесі болады. Абайлап қарайық. Бөлшек дәрежені төбірге айналдырғанда сәл болса да абайлап жазған тиіс болады. Дәрежелер ауысып кетуі мүмкін әйтпесе. Келесі 2 x-тің 2-ден 1 дәрежесі дегеніміз ол әрине x-тің квадрат төбірі. Қосу с. Тағы да осылай қалдырсақ болар еді. Бірақ әлі де бір кішкене орындауға болатын амал бар. Сондықтан ара қарай жүрейік. Істеуге болатын амал болса, оның барлығын орындап қоюға тиісті шығармыз. X-тің 3-ші дәрежесі төбірдің астында тұр. Оның ішінде x-тің 2-ші дәрежесінен x квадрат төбірден шығады. Ал квадрат төбірдің астында x-тің 1 дәрежесі қалып қояды. Міне осы амалды орындауға бола біз есепте ары қарай жалғастырдық. Екінші қосылғышты сол күйінде көшіреміз. Қосу с. Міне осы берілген интегралдың ең соңғы нақты жауабы болып табылады.